18 ғасырдың ортасындағы Қазақстан. Құрметті балалар, бүгінгі тақырыбымызда 18 ғасырдың ортасындағы кіші жүздегі ішкі қайшылықтардың шиеленісуіне, сол кездегі қазақ-башқұрт қатынастарына, Ресеймен экономикалық байланыстардың даму сипатына және патша үкіметінің жер мәселесіндегі отаршылдық саясатының мәніне тоқталамыз. Ең алдымен, кіші жүз аумағындағы қарама-қайшылықтардың шиеленісі туралы айтамыз. 18 ғасырдың ортасында Әбілхайыр хан қайтыс болғаннан кейін, ханның мирасқорлары кіші жүз бен орта жүздің біраз жерін сақтап қала алмады. Бұдан кейін 1748 жылы Әбілхайыр ханның ұлы Нұралы кіші жүздің ханы болды. Бірақ Нұралыны хан ретінде барлық рубасылары түгелдей дерлік мойындай қоймады. Осы кезеңде қазақ халқының біраз бөлігі, әсіресе шекті руы, Батыр сұлтанды хан деп таныды. Сөйтіп кіші жүзде екі хан болды. Нұралы ханның патша үкіметіне тәуелділігі оның қазақтар арасында абыройын түсірді. Нұралының інілері Айшуақ пен Ералы да өз беттерінше тәуелсіз болуға тырысты. Сондықтан да патша үкіметі шекара шептерін нығайта түсуге көп күш-жігерін жұмсауға кірісті. Сөйтіп Ресей үкіметінің Каспий теңізінің солтүстік шығыс жағалауын отарлауға мүмкіндік берді. Ал енді Қазақстанның солтүстік батысындағы шекаралық жағдайына келейік. Кіші жүз бен орта жүз қазақтарының солтүстіктегі ұзаққа созылатын ең үлкен шекарасы Башқұртстанмен екі арада болды. Башқұрттар да көшпелі және жартылай көшпелі өмір салтын ұстанатын. Олар қазақтармен тегі бірге туыстас, түркі тілдес халық болатын. Башқұрт-қазақ байланыстарының ол кездегі кеңінен тараған түрлері екі халық арасындағы қыз беріп қыз алысу, құда жекжат болып араласу болатын. Әрине, біздер алдағы тақырыптардан білеміз, башқұрт халқы Ресей қол астында болатын. Патша әкімшілігінің башқұрттар арасындағы отаршылдық саясаты көптеген көтерілістердің жиі шығып тұруын алып барып соқтырды. 1735 жылы Башқұртстанда патша үкіметінің отарлау саясатына қарсы азаттық күрестің жаңа кезеңі басталды. Осы қарулы қарсылықты жаныштау кезінде патша әскери күштерінен қуғынға ұшыраған 50 мың башқұрт бас сауғалап көршілес Қазақстанға қашты. Мәселен 1740 жылы башқұрттардың Қарасақал бастаған кезекті көтерілісі болды. Оған қазақтар және олармен одақтас қарақалпақтар да белсене қатысты. 1755 жылы башқұрт халқының Ресей империясының отаршылдық саясатына қарсы бағытталған және бір кезекті ірі көтеріліс болып өтті. Көтерілісші башқұрттардың жоспары бойынша, олар қазақтармен бұрынғы кездердегі сияқты бірге күш жұмсап, патша әскерлеріне қарсы күреске шығуды армандады. Қазақстанның шегіне көшіп бару башқұрттардың отбасы мүшелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді деп ойлады. Көтерілістің зор ауқымдылығынан және екі халықтың күш біріктіре қарсылық жасауынан қауіптенген патша әкімшілігі оларды бір-бірімен араздастырып, өзара қақтығыстыруға әрекет жасап бақты. Башқұрттар қазақ даласынан өздеріне баспана тапты. Қазақтардың бұл көтеріліске жаппай қатысқан кездері де аз болған жоқ. Орынбор өлкесінің губернаторы Неплюев қазақтардың билеушілеріне көтеріліске қатысқан башқұрттарды ұстап беруді, немесе ең болмағанда оларды шекара шебінен асыра қайта қуып шығуды ұсынды. Бұл қызмет үшін олардың дүние мүлкі мен мал басын тартып алуға рұқсат етті. Ұсынысты қазақтардың Нұралы хан бастаған аз ғана тобы қуана қабыл алды. Бұл башқұрттардың ызасын туғызып, қарым-қатынасы суыды. Көтеріліс басылғаннан кейін кейбір қазақ рулары өздерінің араларында башқұрттарды жасырын ұстауды одан әрі жалғастыра берді. Бұл жағдай патша үкіметін генерал-майоры Тевкелевті қазақ даласына арнайы жіберуге мәжбүр етті.
Тевкелев қазақтардың қашқын башқұрттарды қызғыштай қорғамай, патша үкіметіне жедел түрде ұстап беру тиіс екеніне көздерін жеткізуге тырысты. Келесі қарастыратын мәселеміз 18 ғасырдың ортасындағы қазақ-орыс арасындағы экономикалық байланыс. 18 ғасырдың ортасында қазақ-орыс шаруашылық байланыстары керуен саудасының дамуы біраз нәтижелерге жетті. Патша үкіметінің Қазақстанды отарлауда Шығыс Қазақстандағы бекіністері сауда орталықтарына айнала бастады. Қазақ-орыс саудасының 18 ғасырдың екінші жартысында белгілі орталықтары Жәміш, Железинск, Омбы, Семей, Өскемен, Бұқтырма 1761 жылы негізі салынған бекіністері болды. 18 ғасырдың 60 жылдары қазақ-орыс сауда байланыстарының кеңейген кезеңі. Екі ел арасындағы тауар айналымында қазақтардың тауарлары мал, малдың терісі, киіз тағы басқалары болды. Сондай-ақ Қалқаман, Қарасу, Тұз көлдері, Батыс Сібірді, Орта Азия елдерін ас тұзымен қамтамасыз етті. Орыс саудагерлері темірден жасалған өнімдерді және шұға, барқыт, қалайы, қант, нан, күнделікті өмірге қажетті тауарларды әкеліп сатты. Ал Орта Азия көпестерінің басты заттары әртүрлі маталар мен жемістер болды. Ал Қызылжар, Петропавл қаласында, Ташкент, Бұқар, Қоқан және Қашқар көпестері үнемі келіп сауда жүргізсе, Семей, Өскемен және Бұқтырма бекіністерінде Қытай саудагерлері сауда жасады. Мінекей қазақ-орыс арасындағы экономикалық байланыстың сипаты осындай болды. Енді балалар, патшалы Ресейдің жер мәселесіндегі отаршылдық саясатына тоқталамыз. Патша үкіметі қазақтардың Жайық өзенінің оң жақ бетінде көшіп қонып жүруге бұрынғыдан да бетер қатаң тыйым салды. Қазақтарды өзеннің оң жағалауына өткізбеу мақсатымен оның сол жағалауындағы жайылымының шөбін күзге қарай өртеп жіберуді әдетке айналдырып алды. Мұндай тыйым салулардың бірқатар себептері болды. Патша үкіметінің өз тылында бақылау жасау қиын тиетін көшпелілердің қарулы қалың тобын жақын ұстағысы келмеді. Алғашқыда Ресейдің шекаралық ішкі аумағына орыс халқын, бірінші кезекте казактарды, содан кейін қоныс аударатын шаруаларды орналастыру көзделген болатын. 1756 жылы қыркүйекте Жайық жағасына қазақтардың мал жаюға алғаш рет ресми шек қойылды. 1757 жылғы желтоқсан айының аяғында Кіші жүз ханы Нұралыға тапсырылып, қазақтарға Жайық өзенінен мал айдап өтуіне тыйым салынды. Патша үкіметі Каспий теңізі мен Жайық өңіріндегі шырайлы жерді казактарға тартып әперді. Осындай қиын кезеңде қазақтарға жаны ашыған 1757-1758 жылдары Орынбор өлкесін басқарған Рычков пен Тевкелев еді. Бірақ Ресей үкіметі Ертістің оң жағалауына өтуіне тыйым салды. 1765 жылы Ертістің далалық бетіне ені 10 шақырым келетін алқап белгілеп, ол аймаққа қазақтарды жолатпауға бұйрық берді. Кейін 1799 жылғы қараша айында императоры 1 Павелдің жарлығына сай, орта жүз қазақтарына Ертістің оң жағасына қайтадан қоныстануына және мал жаюына рұқсат берді. Осылайша 18 ғасырдың ортасындағы патша үкіметінің қазақ жерін пайдалануға шек қоюы және орыс-қазақ жеріне қоныстандыра бастауы отаршылдық саясатының негізі болды.